өзіміз тарапымыздан меморандум қол қойылғаннан кейін жауапкершілік бар. Ол енді қоршаған ортаны қорғау ретінде ол біздің қағидалардың бірі. Қауіпсіздікпен байланысты, қауіпсіздік бірінші орында біздің ұжымымыздың және қоршаған ортаны қорғау. Сондықтан меморандумға байланысты жыл сайын тендерлерімізді өткізіп, тиісті проекттерімізді қорғап, сол проекттерге енгізіп, мына мекемелермен жұмыс жасап жатырмыз. Міндеттеме алғаннан кейін меморандум бойынша сол жұмыстарды жасап жатырмыз. Қазір енді меморандум бойынша 1,65 тонна тазалау керек болатын болса, 24-нің аяғына дейін. Соны осы 23 жылдың аяғына дейін 800.000 тоннадай тазалаймыз ба деген сондай жоспар бар. 80%. Қалған 265 мыңын келесі жылды тендермен ойнатып, егер мына мекемелер енді өзінің тиімді нарықтағыдай бағасын беріп жатса, олармен де жұмысты әрі қарай жалғастыруға жалпы дайынбыз. Тендерге байланысты болды. Ол жасыратын ештеңе жоқ. Әрине, әрқашанда ол кісілердің өзіміздің халқымыз ғой, өзіміздің ауылдастарымыз шағымдар түсіп жатады. Шаң жұтып жатыр, ұл жұтып жатыр деген сияқты. Соны түсініктеме жұмыстарын әрқашанда жасап түсіндіріп айтып жатырмыз. Енді бұл бір жылда жиналған емес, 10 жылда жиналғанда емес, бір 50 жылда жиналған ластанған топырақтар. Соны енді жұмысты жасап жатқанымызды бәрін ашықтай көрсетіп те жариялап түсініктеме жұмыстарын жасап жатырмыз. Сондықтан енді мына жерде жұмыс істеп жатқан адамдардың 36 адам жұмыс істеп жатыр, оның жалпы 90% осы Жетібай ауылынан алған жігіттер. Жаңағыда енді өздеріңіз де көріп жатсыздар, мастері де, басына жүрген экологы да осы Жетібай ауылының тұрғындары. Кезінде жоғары білім алып, осы келіп, соларды жұмысқа қабылдап, сол жұмысты осы жасап жатқан сол жігіттер. Көңілімізден шығады, өйткені тапсырып жатқан топырақтарды жалғыз біздің жетіқана емес, экология департаментінің жетіқанасынан әртүрлі бір 3 жерден тәуелсіз сараптама жасалып, сөйтіп қана қабылданып жатыр. Сондықтан өз тарапымыздан да, экология департаментінде Маңғыстау облысы бойынша солардың сараптаманың нәтижесі бойынша бәрі сәйкес келеді деп жұмыс жасалып жатыр. Енді мынау қысты күндері күн суықта жұмыс шамалы тоқталған, оның рұқсат қағаздарын алу керек болды, және мына енді су қатып қалады деген сияқты сондай мәселелер болды. Бірақ соған қарамай күн жылығаннан кейін сәуір айынан бастап осы күнге дейін енді жұмыстарды жасап, жылдың аяғына дейін келісімшарт бойынша да жоспар бойынша көлемдердің бәрін тазартамыз ба деген сондай жоспар бар. Жұмыстар жүргізілді. Бағана осы пресс-турды бастардың алдында да сіздерге айтып кеттім. 10 полигон болған, сол 10 полигонда жойылған. Жасалмады деп айтуға болмайды. Бірақ енді әр уақыттарда өз несімен жасалған. Бірақ енді халықтар үлгергені бар, үлгермегені бар. Сол үлгермегенде қазір жиналған, соны тазартып жатыр қазір.